Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, ата-аналар, қала тұрғындары. Кеше оқу жылының алғашқы 90 аяқталды. Айта кету керек, білім беру ұйымдарында барлық пәндер бойынша бағдарламалық материал оқу жоспарына сай орындалды. Бүгін карантин жағдайында өткен бірінші 90-дағы оқу тәрбие процесін ерекшеліктеріне тоқталып, күзгі демалысқа арналған іс-шаралар жоспарымен таныстыруға рұқсат етіңіз. Бірінші 90 қашықтан оқыту форматында өткен білесіздер. Сонымен қатар, ата-аналардың өтініші бойынша бастауыш сынып оқушылары санитарлық эпидемиологиялық нормаларды сақтай отырып, кезекші сыныптарда оқыды. Қала мектептерінде 1-ден 4-ші сыныпқа дейін барлығы 3011 кезекші сынып ашылып, онда 40 мыңнан астам оқушы білім алды. Ал қашықтан оқыту үшін білім беру ұйымдары синхронды және асинхронды сабақтар өткізетін отандық онлайн мектеп, Дарын онлайн интернет платформаларын пайдаланды. 79 мектеп онлайн мектеп платформасында, 32 мектеп Дарын онлайн платформасында жұмыс істеді. 29 мектеп екі платформында қолданды. Сонымен қатар, сабақтар қашықтан оқыту форматын жүзеге асыру үшін Microsoft Teams, Google Meet, EduPage тағы басқа платформалар пайдаланды. Барлық педагогтар мен оқушылар Microsoft Teams-тің тегін есеп жазбаларымен қамтамасыз етілді. Және мектептерде асинхронды форматта сабақ өткізу үшін күнделік KZ порталы белсенді қолданылды. Сондай-ақ, алғашқы 90-да кездескен мәселе, бұл қашықтан оқыту форматында сабақ өткізу кезінде бір сыныптағы мұғалімдер әртүрлі платформаларды жұмыс істеуі. Бұл оқушыларға сабаққа қосылуда қиындықтар туғызды. Осыған байланысты мұғалімдер үшін білім беру платформаларын пайдаланудың тиімділігі бойынша қосымша семинарлар өткізілді. Бұл мәселе уақытылымен шешіліп, бұдан кейін енді әр сынып тек бір платформада жұмыс істейді. Келесі сұрақ оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау. Ол туралы мен қазан айында өткен брифингте баяндаған болатынбыз. Естеріңізге салып кетейін, бірінші сыныпта бағалау жүргізілмеді. Ал екінші, 11-ші сынып оқушыларының оқу жетістіктері формативті түрде 1 балдан 10 балға дейін бағаланды. 5-15 қазан аралығында бөлім бойынша жиынтық жұмыстар жүргізілді. Ал 28 қазан мен 3 қараша аралығында 90 бойынша жиынтық бағалау жүргізілді. 90-дық баға қалыптастырушылық бағалаудың бөлім бойынша және 90 бойынша жиынтық бағалаудың нәтижелерін ескере отырып қойылды. Жиынтық бағалаудың қорытындылары оқушылар мен ата-аналарға қағаз немесе электрондық форматта берілді. Оқу жылындағы ең қысқа 2-90 16 қарашада басталады. 2-90-да бір бөлім бойынша және 1-90 бойынша жиынтық бағалау өткізу жоспарлануда. Тағы бір маңызды мәселелердің бірі оқушылардың бүгіннен басталып 15 қарашаға дейін созылатын күзгі демалыстарын өткізу. Күзгі демалыс Қазақстан балалары күзгі интерактив атты ұранмен өткізіледі. Осы мақсатта әрбір мектепте іс-шаралар жоспары жасақталды. Осы жоспар бойынша құқық қорғау ұйымдарының кеңестері, Қазақстанның жоғары оқу орындары мен колледждерінің виртуалды саяхаттар, челлендждер, танымал спортшылармен кездесулер, 3D модельдеу және робототехника бойынша мастер тренингтер, қолдан жасалған бұйымдар мен суреттер көрмелері өткізіледі. Карантиндік шаралардың қатаңдатылуына байланысты барлық іс-шаралар онлайн режимде өтеді. Енді өткізілетін іс-шараларға толығырақ тоқталып өтейін. 20 қазан мен 20 қараша аралығында күзгі демалыс кезінде білім беру ұйымдарында дүниежүзілік балалар күніне арналған бала құқығы, адам құқығы айлығы өтеді. Іс-шаралар бірінші кезекте құқықтық ақпараттандыруға, оқушыларды шығармашылық және зияткерлік дамытуға, отбасылық құндылықтарды нығайтуға, өмірлік қиын жағдайға тап болған балалар мен отбасылар үшін қайырымдылық іс-шаралар ұйымдастыруға бағытталған. Сондай-ақ 1 қарашада дұрыс тамақтану мектебі жобасы аясында қала мектептерінің оқушылар арасында челлендж іске қосылды. Оның негізгі мақсаты дұрыс тамақтануды насихаттау. Бұл жас ұрпақты салауатты және мықты болып өсуіне көмектесетін жақсы әдеттер мен дағдыларды қалыптастыруға әсер етеді. Әлеуметтік желілерде барынша тарату арқылы
5 асыл іс қайырымдылық челленджі басталды. Іс-шараның негізгі мақсаты балалардың басқаларға жақсылық жасауға деген ұмтылысын ояту. 9 қарашада оқушылардың Ұлы Абайдың шығармашылығына қызығушылығын арттыру мақсатымен Абайдың кіші академиясы жобасының аясында 5 асыл іс хештегімен «Мен Абайды жырлаймын» челленджі басталады. Оның басты міндеті қарттар мен мұқтаж адамдарға көмек көрсету. Сонымен қатар, күзгі демалыс кезінде қосымша білім беру ұйымдары өз жұмысын 10 оқушыдан аспайтын кезекші топтарда алдын ала жазылу бойынша штаттық режимде сағат 9-дан кешкі 18:00-ге дейін бекітілген кестеге сәйкес онлайн режимде жалғастыратын атап өткім келеді. Ал жалпы білім беру орталықтарында орналасқан қосымша білім беру ұйымдарының филиалдары мен комьюнити орталықтарының жұмысы карантиндік шаралардың қатаңдатылуына байланысты тоқтатылды. Құрметті брифингке қатысушылар, алдағы оқушыларымыздың күзгі демалысы оқушыларға уақытты жақсы әрі қызықты өткізіп, 2-ші тоқсанды жаңа қарқынмен жалғастыруына тілектеспін. Енді эпидемиологиялық жағдайға байланысты санитарлық талаптарды қатаң сақтап, денсаулықтарыңызға жауапкершілікпен қарауларыңызды сұраймын. Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации, родители, жители города. Закончилась первая четверть текущего учебного года. Необходимо отметить, что во всех организациях образования программный материал по всем предметам учебного плана выполнен. Позвольте остановиться на особенностях учебно-воспитательного процесса первой четверти, пройденных в условиях карантина, а также познакомить с планом мероприятий на осенние каникулы. В первой четверти, как вы знаете, обучение прошло в дистанционном формате. Помимо этого, по письменному заявлению родителей, ученики начальных классов посещали дежурные классы с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Всего в школах города с 1 по 4 классы открыты 3011 дежурных классах, в которых обучалось более 40 тысяч учеников. Для дистанционного обучения в первой четверти организациями образования использовались отечественные интернет-платформы «Онлайн-мектеп» и «Дарын онлайн», на которых проводились синхронные и асинхронные уроки. 79 школ работали на платформе «Онлайн-мектеп», 32 школы на платформе «Дарын онлайн». Также 29 школ использовали в работе обе эти платформы. Кроме этого, уроки также проводились на платформах Microsoft Teams, Google Meet и так далее. Все педагоги и учащиеся были нами обеспечены бесплатными учетными записями Microsoft Teams. Во всех школах активно использовался портал «Күнделік» для проведения уроков в асинхронном формате. В то же время проблемой при проведении уроков в дистанционном формате было то, что учителя в одном и том же классе работали на разных платформах, и это вызывало у учащихся затруднения при подключении к урокам. В связи с этим для педагогов были проведены дополнительные семинары по эффективности использования образовательных платформ. И мы думаем, что в дальнейшем эта проблема будет разрешена. Следующий вопрос – это оценивание учебных достижений. Подробно он был освещен на брифинге, проведенном в октябре месяце. И напомню, что в первой четверти в первом классе оценивание не проводилось. Учебные достижения учащихся 2-11 классов оценивалось формативно с выставлением баллов в пределах от 1 до 10. С 5 по 15 октября проведены суммативные работы за раздел, а с 28 октября по 3 ноября проводилось суммативное оценивание за четверть. Четвертная оценка выставлялась с учетом формативного оценивания результатов, а также результатов СОР и Сочи. Итоги суммативного оценивания представлены ученикам и родителям в бумажном или электронном формате. 16 ноября начинается вторая четверть, самая короткая в учебном году. И во второй четверти планируется проведение одного СОР и Сочи. Также одним из важных вопросов для нас является вопрос проведения учащимися осенних каникул, которые начинаются с сегодняшнего дня, продлятся до 15 ноября. Каникулы пройдут под девизом «Дети Казахстана. Осенний интерактив». И в этих целях в каждой школе разработан свой план мероприятий, в рамках которых будут проведены различные мероприятия, такие как консультации правозащитных организаций, виртуальные путешествия в вузы и колледжи Казахстана,
встречи с известными спортсменами, мастер-тренинги по 3D-моделированию, робототехники, выставки подделок и рисунков. В связи с ужесточением карантинных мер все мероприятия пройдут в онлайн-режиме. Ну и позвольте подробно остановиться на некоторых из них. Так, в период с 20 октября по 20 ноября, во время осенних каникул, в организациях образования проходит месячник, посвященный Всемирному дню ребенка, бала құқығы, адам құқығы. Мероприятие в первую очередь нацелено на правовое информирование, творческую и интеллектуальную реализацию учащихся, укрепление семейных ценностей, организацию благотворительных мероприятий для детей, для семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Также 1 ноября запущен челлендж среди учащихся школ города в рамках проекта «Школа здорового питания», основная цель которого – приучить наших детей к основам правильного питания. Именно формирование полезных привычек и навыков помогут подрастающему поколению стать сильными и здоровыми. Кроме этого, в период осенних каникул стартует благотворительный челлендж «Без АСЛС» через максимальное распространение в социальных сетях. Основная цель – побудить у детей стремление делать добро другим. С целью повышения интереса учащихся к творчеству великого Абая в рамках проекта «Малая академия Абая» с хэштегом «Без АСЛС» 9 ноября запускается челлендж «Мен Абайда жырлаймын». Главная задача – оказать помощь пожилым и нуждающимся людям. Также хочу отметить, что организация дополнительного образования в период осенних каникул продолжит свою работу как в штатном режиме по предварительной записи в дежурных группах не более 10 учащихся с 9 до 18:00, так и в онлайн-режиме согласно утвержденному расписанию. Работа филиалов организации дополнительного образования, комьюнити-центров, расположенных в общеобразовательных центрах в связи с ужесточением карантинных мер, приостановлена. Уважаемые участники брифинга, дорогие родители, впереди у наших детей долгожданные каникулы. Желаем отличного отдыха, а также с новыми силами и зарядом бодрости продолжить учебу второй четверти. И, конечно же, учитывая эпидемиологическую ситуацию, прошу всех соблюдать санитарные нормы. Берегите себя. К нам поступило 2 вопроса. Позвольте ответить на них. Первый. Должны ли учителя ходить каждый день во время каникул в школу на работу, учитывая пандемию и рост заболевших за последнее время? Уважаемые журналисты, автор вопроса, как вы знаете, с самого начала карантинных мер наши педагоги работают дистанционно, поэтому нет необходимости педагогам во время каникул приходить в школу, потому что всю свою работу, все свои функциональные обязанности они могут точно так же выполнять дистанционно. На заседании Маслихата вы говорили о нехватке денег в фонде оплаты труда. Учитывая, что со второй четверти дежурные группы открывать будут для 5 классов, хватит ли средств для оплаты заработной платы учителям? Сколько дополнительно потребуется денег для этого? На заседании Маслихата мы говорили о бюджете 2021 года. Что касается работы дежурных групп для 5 класса, решение об этом будет принято на основании приказа главного санитарного врача города Нур-Султан. Вопрос этот сейчас рассматривается. В случае открытия дежурных классов для учеников 5 классов, вот наш анализ показывает, что сейчас 740 класс-комплектов по городу Нур-Султан в 5 классах. Количество детей составляет там 20 371 ученик. При открытии дежурных классов потребность в заработной плате на ноябрь-декабрь текущего года составит примерно 300 миллионов. И на данную потребность средства будут перераспределены с экономией питания учащихся начальных классов. Спасибо за внимание.